70 жыл бұл орманның тыныштығы кез келген сөзден артық болатын жас. Иван Иваныч, немесе жай ғана Иваныч, ауылда оны солай атайтын, ескі рюкзактың бауын түзетті. Жас кезінде сынған аяғы бүгін жаңбырға ауырып тұрды, бірақ ол оған мән бермеді. Жанында құрғақ жапырақты сылдырлатып ақсақ-ақсап келеді. Жас қасқыр, аяғы сәл қисайған. Олар екеуі де өмірден соққы алған, екеуі де асфальт пен ақша әлемінде артық болатын. Ал, бауырым, деді Иваныч ақырын, ақсаққа қарап, тағы бір верст, сосын атамның кордонына шығамыз. Ол жердің бәрі шөппен көмкерілген дейді. Ақсақ құлағын ғана қимылдатты, ол бұл жерді ұнатпайтын. Мұнда қарағай мен еркіндіктің иісі емес, бөтен, мазасыз бір нәрсенің иісі шығатын. Ата Игнаттың аңшылық үйі тұманнан күтпеген жерден шықты, елес сияқты. Бұрын бұл қарағайдан салынған мықты құрылыс еді. Енді қисайған қария өмірінің соңын шабуылдап келе жатқан бұталар мен батпақтың арасында өткізіп жатыр. Иваныч тоқтады. Түсініксіз. Үйге апаратын соқпақ, жаңа ғана. Шөп ауыр жол талғамайтын көліктің доңғалақтарымен басылған. Ал біз оқиғаларға кіріспес бұрын, түсініктемелерде қайдан қарап отырғаныңызды жазыңыз, жазылуды ұмытпаңыз, лайк қойыңыз, және бұл әңгімені соңына дейін көріңіз. Бастаймыз. Кім келді мұнда? Деді орманшының ойында. Ұлы бұл жерлер күзетте, ешкімді кіргізбейді дейтін. Артем, Иванның жалғыз ұлы, қазір үлкен тұлға еді. Қалада оны Артем Иванович деп атайтын. Ол сауда орталықтарын салып, 3 ауылдық үйдің құнына тұратын көлікпен жүретін. Әкесін сирек көретін, көбіне жерді сатып, лайықты пансионатқа көштеп үгіттейтін. Иваныч оған тек қабағын түйіп жауап беретін. Ақсақ кенеттен тоқтады, мойнындағы жүні тікірейді. Ол ауыр есікке қарап төменгі дірілдеген үн шығарды, үйдің сыртынан жертөлеге апаратын. Есік жаңа, жылтыр құлыппен жабылған, ол шіріген ағашта кедейдің ауыздағы алтын тіс сияқты көрінетін. Өзіміздікі, ақсақ, өзіміздікі. Деді Иваныч сенімсіз, бірақ жүрегі қиындықты сезіп тұрды. Ол қалтасынан кілт шоғын шығарды. Солардың бірі ескі, соғылған, бір кезде осы жертөлені ашатын. Иваныч оны кілт тесігіне сұқты да, таң қалып тоқтады. Құлып шертті. Біреу ілмек құлыпты ауыстырған, бірақ ескі құлыптың өзін қалдырған. Ауыр есік сықырлап ашылғанда қараңғыдан дымқыл картоп пен көгеру емес, қатты қышқыл қорқыныш, ластық және дәрі-дәрмек иісі шықты. Ақсақ тістерін ақсита тістеп секірді. Иваныч ескі фонарды жақты. Шамның сәулесі қою қараңғыны кесіп өтіп, темір торға тірелді. Жертөледе клеткалар тұр, тар, арматурадан дәнекерленген. Ішінде бір-біріне жабысып, 4 қасқырдың күшігі қыбырлайды. Кішкентай, арық, күңгірт жүні бар, олар тіпті үн шығармайды. Олар жарыққа үлкен, үмітсіздікке толы көздерімен ғана қарайды. Жанында шприцтер мен шетел тіліндегі жазуы бар, бос ампула жатыр. Құдайым, деді Иваныч сыбырлап, арқасынан суық тер ағып тұрды. Бұл қандай аңдық? Бірақ нағыз соққы алда күтіп тұрды. Ағаш үстелде шынылар мен лас таңғыштардың арасында былғары күнделік жатыр. Иваныч оны бірден таныды. Қымбат алтын бедерлі А.И. Вознесенский. Өзі ұлына 35 жасқа сыйлаған сыйлық. Қарияның қалтыраған саусақтарымен блокнотты ашты. Бірінші бетте оның қолтаңбасымен ұқыпты, іскерлікпен даталар жазылған. 4-ші партия. 5 бас. Тасымалдауға арналған егулер жасалды. Қытайдағы тапсырыс беруші бағаны растады. Шығару аптадан кейін. Иванычтың айналасындағы әлем теңселді. Ұлы, оның Артемкасы, орман бұл ғибадатхана деп үйреткен, атаның үйін тірі тауар контрабандасының өткізу пунктіне айналдырған. Иван Иванович бүкіл өмірін қорғағандарды. Демек, сен осындай аңшылық клуб салып жатырсың, олым? Деді қария дауыстап, және оның дауысы үзілді. Осы кезде есікте тұрған ақсақ кенеттен бұрылып, орман жаққа қарап қатты үрді. Иваныч фонарды өшірді. Ағаштардың ар жағынан қуатты мотордың гулі естілді. Біреу үйге қарай келе жатыр. Кейін болған оқиға бәрін өзгертті. Деді Иваныч ойында, жертөленің дымқыл қабырғасына жабысып. Бірақ сол сәтте мен бір ғана нәрсені білдім. Бұл орман балалары мұнан ешқайда кетпейді.
тіпті өз ұлымды атуға тура келсе де. Иваныч бірден әрекет етті. Ормандағы ондаған жылдар оны үнсіз қозғалуға үйреткен, тіпті ауыратын аяғымен де. Ол қысқа ысқырықпен ақсақты тыныштандырды. Қасқыр мойынсұнып жерге жатып қою қарақат бұтасымен бірікті. Қария үйдің бұрышына тығылды да, ескі отын үйіндісінің ар жағына жасырынды. Жүрегі көкірегінде тұтқын құс сияқты соғады. Үйге қарай ауыр секіріп, қара брондалған жол талғамайтын көлік шықты. Одан Иваныч жақсы білетін адам шықты. Бұл ұлы емес. Бұл Артемнің оң қолы Игорь еді, суық көзді қабағаты еркек, ол тіпті аптапта да былғары куртка киетін. Жергілікті оны аудандағы сою пунктін басқарған үшін етші деп атайтын. Игорь жертөле есігіне келіп, ауыр етіктің ұшымен теуіп, іштен шыққан иіске қабағын түйді. Ал, ұсақтар, әлі өлмедіңдер ме? Деді ол ішке кірмей-ақ. Шыдаңдар. Ертең Артем Иван Виуманович қонақтармен келеді. Сендерге еркіндікте Алмаздағы аспанда болады. Ол телефонды шығарып, бірдеңені тез терді. Иваныч тынысын тартып, отын үйіндісінің саңлауынан оған қарады. Қарияның ойында ауыр естелік жарқ етіп өтті. 10 жыл бұрын. Сол күні оның отбасында бәрі түпкілікті бұзылды. Бұл қатты қыс еді. Қар сонша көп түсті, ғасырлық қарағайлар жерге иілді. Иваныч сол кезде егер болып жұмыс істейтін. Сол күні ол тұзаққа түсті. Ескі тот басқан аю тұзағы, браконьерлер қалдырған. Аяғы құрғақ бұтақ сияқты сықырлады. Ауру сонша санасы тұманданады. Қария қарда жатып, қараңғы түскенше тоңатынын түсінді. Сол кезде келді ол. Үлкен сұр қасқыр әйел, дана, адамға ұқсас көздері бар. Ол шабуылдамады. Ол жанында жатып, бүкіл түн бойы өзінің жылуымен жылытты. Таңертең ол адамдарды әкелді. Сонша ұзақ және үмітсіз, іздеу тобы, ішінде жас Артем бар, тікелей оларға шықты. Артем сол кезде мылтықты көтерді. Әке тұр, мына жыртқышты атып тастаймын, деп айқайлады. Оның қолдары суықтан емес, бір түрлі жабайы қызығудан қалтырады. Батырма, деді Иваныч сыбырлап, қасқырды өз денесімен жауып. Ол менің өмірімді құтқарды, ақымақ. Қасқыр орманға кетті, артқы аяғын ақсап. Ескі жарақат. Бір айдан кейін Иваныч оның інін тапты. Ол өлі еді. Оны арқасынан қорқақ шатқан, Артем өзінің алғашқы ірі премиясына сатып алған қымбат ойық мылтықтан. Суға мәйттің жанында бір ғана қасқыр күшігі үн шығарып жатыр, аяғы қисайған. Сол ақсақ. Иваныч сол кезде ұлының жасағанын дәлелдей алмады. Бірақ Артемнің көзінде өкініш емес, қатты ашулану көрді. Бұл жай ғана жыртқыш, әке. Ертегілерде өмір сүруді қой, деді сол кезде ұлы. Көлік есігінің қатты тарсылдауы Иванычты шындыққа қайтарды. Игорь істерін аяқтап, рульді бұрап кетіп қалды, артында тек өткір түтін бұлтын қалдырып. Қария жасырынған жерінен шықты. Оның беті тастан қашалған сияқты. Ақсақ оған келіп, мұрнын алақанға тигізді, иесінің саусақтарының ұсақ қалтырағанын сезіп. Демек, қонақтар келеді деді Иваныч сыбырлап. Еркіндік уәде еткен. Ол қайта жертөлеге түсті. Бұл жолы жай қарамады. Клеткаларға жақындады. Қасқыр күшіктері бұрышқа тығылды, бірақ ең кішісі, кенеттен сенімсіз түрде тұмсығын торға созды. Иваныч оның мұрнына тиді. Суық, құрғақ, қария үстелдегі ампулаға қарады. Өзін-өзі оқытқан ветеринардың тәжірибесімен бұл күшті транквилизаторлар және агрессия стимуляторлары екенін түсіну қиын емес. Жануарларды химиямен толтырған. Ақсақ, қара, деді Иваныч қасқырға күшіктерді көрсетіп. Бұл сенікілер. Сенің қаның. Ақсақ жақындап, бір түрлі үн шығарды. Не ыңыр, не ақырын үрген. Ол иісті таныды. Бұл қасқыр күшіктері сол үйірдің ұрпағы, одан шыққан. Туыстары. Бұл ормандағы олардың тұқымының соңғысы. Иваныч ұлының жоспарын түсінді. Ертең Артем бай клиенттерді әкеледі. Олар қоршауда аңшылық ұйымдастырады.
Масқараланған қасқыр күшіктерін алаңға шығарады. Қандайда бір семіз шенеунік алтын жалатқан мылтықпен жақыннан атып, ұлы жауынгер сезіну үшін. Сосын олардың бастары кабинет қабырғаларын әшекейлейді, иелерінің батырлығын еске салады. Қарияның жүрегін таза және суық, бұлақ суы сияқты ашу толтырды. Ол аяғының ауруын сезбеді. Ол бір ғана нәрсені сезді: жауапкершілік. Ол әрекет ете бастады. Уақыт өте аз қалды. Иваныч бұл үйді соңғы шегесіне дейін білетін. Ата Игнат оны ғасырларға салған. Асы үйденнің екінші қабаты астында ескі құпия орын бар, ата ұнтақ пен тұз сақтайтын. Иваныч үйге көтерілді, шіріген тақтайларды жұлып тастады да тоқтады. Құпия орында ескі мылтық қана жатқан жоқ. Сонда майланған шүберекке оралған құжаттар папкасы жатыр. Онда мөр бар: КСРО мемлекеттік архиві. Құпия. Қария оны ашып оқи бастады. Әр жолмен оның көздері үлкейді. Бұл жай ғана орман учаскесінің сипаттамасы емес. Бұл бүкіл массивке иелік құқығының құжаттары. Артем өзінің қонақ үйін сала бастаған жерлерді қоса алғанда. Заң бойынша бұл жерлердің мұрагері ұлда, немереде емес. Демек, сен менің қарттар үйіне көшуімді сондықтан қаладың ба? Деді Иваныч ашы күліп. Саған жай ғана жер емес. Менің мәңгілікке жоғалуым керек. Кенеттен орманда үн естілді. Бірақ бұл қасқыр үні емес. Бұл аңшылық мүйіздің сигналы. Артем ертерек келуді шешті. Иваныч папканы жапты. Ол түсінді. Қазір жай ғана отбасылық ұрыс емес. Қазір соғыс басталады. Олар жертөледе тапқан нәрсе оларды үнсіз қалдырды. Бірақ мен қазір орманда табатын нәрсе оларды қалтыратады, деді қария ойында, ескі қосауызды оқтап. Моторлардың гуілі есік алдында өшті. Иваныч мұқа басқан терезеге жабысты, сарғайған перденің шетін жылжытып. 2 жылтыр жол талғамайтын көліктен компания шықты. Қатты күлкі, бөтелкелердің сыңғыры, қымбат камуфляж костюмдері. Бұл адамдарда сиырдағы бальный көйлек сияқты күлкілі тұр. Ортада Артем тұр. Итальяндық курткасында күтімді беті және ақ тістері күлкісімен ол ұзын бойлы, арық көзілдірікті адамға бірдеңені қызықтыра әңгімелеп тұр. Сенсеңіз, Степан Андреевич, мұндай аңшылықты сіз Африкада да көрмегенсіз. Таза адреналин, ұлының дауысы қабырғалардағы саңлаулар арқылы естіліп, әр сөз Иванычтың қабырғасын шаншып тұр. Қария құжаттар папкасын ескі штормовканың астындағы қалтасына сұқты да, ақсаққа қарайтын бөлменің алыс бұрышына кетуін белгіледі. Қасқыр мойынсұнды, бірақ оның көздері, екі жалындаған янтар, есіктен айырылмады. Есік соқпай ашылды. Артем бірінші кіріп, қымбат парфюм және коньяк иісін әкелді. Әкесін көріп, бір секундқа тоқтады, күлкісі дірілдеді, бірақ бірден орнына келді, кәсіби, маска сияқты. Әке, сен мұнда не істеп тұрсың? Артем қарсы алға қадам жасады, қолын құшақтауға жайып, бірақ Иваныч қозғалмады. Біз келісіміз бе? Сен санаторийде боласың, мен бәрін төледім. Мен сенің рұқсатыңды сұрауды ұмыттым, атаның үйіне келу үшін, Артемка, деді қария ақырын. Немесе қазір орманға сенің етшіңнің рұқсатымен ғана кіргізеді ме? Артем тіс ауырып тұрғандай қабағын түйді. Ол өзінің серіктеріне бұрылды, олар үйге қарап тұр. Мырзалар, верандада күтіңіздер. 5 минут. Отбасылық мәселелер, өздеріңіз түсінесіздер. Есік жабылғанда ұлының беті өзгерді. Достық жоғалды, суық есеп ашылды. Әке, бастама. Бұл үй қираған. Мен мұнда тәртіп орнатып жатырмын. Менде байыпты адамдар, инвесторлар. Оларға нәтиже көрсету керек. Нәтиже жертөледе отыр. Иваныч алға қадам жасады, және оның дауысы күшейді. Сол металмен толды. Бір кезде браконьерлерді мылтықтарын тастап, қарамай қашатын. 5 қасқыр күшігі, Артем, улы затпен толтырылған, клеткаларда жабылған. Бұл сенің тәртібің бе? Артем күрсінді, қалтасынан алтын отықты шығарып қолында бұрап бастады. Бұл бизнес, әке. Әлем өзгерді. Бұл адамдарға нағыз аңшылық керек емес. Оларға шоу керек. Олар өмірдің иесі сезіну үшін ақылсыз ақша төлейді. Қасқырлар шығын материалы. Күзге қарай үйір оларды асырай алмас еді. Ал осылай олар үлкен іске қызмет етеді.
Біз мұнда ауданға жүздеген жұмыс орнын беретін кешен саламыз. Сен өз жаныңды менің жұмыс орындарым үшін сатасың ба? Иваныч ұлына бірінші рет көргендей қарады. Сенің атаң бұл үйді орманды қорғау үшін салған. Сенің анаң ол көргенде бетіңе түкірер еді. Анаңды еске алма. Артем кенеттен айқайлады, оның беті қызарды. Сендер өз идеалдарыңмен кедейлікте өмір сүрдіңдер. Мен олай қаламаймын. Мен өз балаларымның Лондонда оқуын қаламын, ватниктегі тесіктерді жамамай. Егер ол үшін бірнеше күшікті ату керек болса, мен жасаймын. Бөлмеде ауыр, қою тыныштық орнады. Верандада қонақтардың бірі тағы бір бөтелке ашып жатқаны естілді. Иваныч баяу қолын қалтасына сұқты да папканың шетіне тиді. Сен мені қарт ақымақ деп ойладың ба, Артемка? Ештеңе білмеймін деп ойладың ба? Ал мен құжаттарды таптым, атаның архивін. Сен мені санаторийге сондықтан жібергің келді, өйткені менің қолтаңбасыз мұнда тіпті дәретхана салуға құқығым жоқ. Бүкіл бұл учаске, сенің болашақ қонақ үйінің астындағы жер құжаттар бойынша менікі. Мен саған бермеймін. Артем тоқтады. Оның көзі ұстарадай өткір болды. Ол оттықты ұстаған қолын баяу түсірді. Олар қайда? Деді ақырын. Мұнда емес, өтірік айтты Иваныч, сенімді жерде. Егер маған бірдеңе болса, немесе сол жертөледегі күшіктердің бір жүні түссе, құжаттар прокуратураға барады, клеткалардағы үстелде қалдырған күнделігіңмен бірге. Артемнің беті қозғалмайтын маскаға айналды. Осы кезде Иваныч түсінде алдында ұлы емес, қауіпті жыртқыш, өзінің өзі өсірген, өмір қиындықтарынан қорғап. Сен әрқашан жануарларды менен артық жақсы көрдің, деді Артем ысқырып. Сенің шіріген аяғың менің болашағымнан артық болды. Жарайды, әке, соғыс қаласаң, аласың. Ол кенеттен бұрылып, верандаға шықты. Иваныч терезеге жақындады. Ол Артемнің етші Игорды шақырып, құлағына тез сыбырлап, үй жаққа бас изегенін көрді. Игор бас изеді де, куртка астындағы қапшыққа қол созды. Ақсақ, еден астында кеттеді қария бұйырып, ішінде бәрі суық тыныштықтан қысылып тұр. Кетте, менің сигналымды күт. Бірақ қасқыр кетпеді. Ол Иванычқа келіп, басын тізесіне қойды, ақырын үрді. Осы кезде қария түсінді, Артем жай ғана құжаттарды алғысы келмей. Ол мұндағы нағыз иенің естелігін өшіргісі келеді. Есікке қайта соқты, бұл жолы сыпайы, жұмсақ. Иваныч, бұл Игор, деді есік ар жағынан дауыс. Артем Иваныч кешірім сұрайды. Ашуы келіп қалды, деді. Шығайық, темекі шегейік, көршілес сөйлесейік. Степан Андреевич сізбен танысқысы келеді. Ол орман әңгімелерінің үлкен білгірі. Иваныч гвозде ілулі тұрған ескі қосауызға қарады. Оқталған. Бірақ 5 қарулы еркекке қарсы кейін болған оқиға бәрін өзгертті. Қарияның ойында өз сөзі өтті. Ол есікке жақындап сырманы жылжытты. Ол көшеде оны көршілес сөйлесу емес, жаза күтіп тұрғанын білді. Бірақ ол қала қонақтары білмейтін бір нәрсені де білді. Орманда кеш батты. Ал кеш қасқырдың уақыты. Мен шығамын, деп айқайлады Иваныч. Бірақ ескеріңіздер, мен жалғыз емеспін. Ол табалдырықты аттағанда Артем көлік капотының жанында тұрғанын көрді. Демонстративті түрде жаққа қарап, ал Игор және 2 күзетші есік алдын жарты шеңбер етіп қоршап алған. Әрқайсында карабин бар. Ал құжаттар қайда, қария? Игор күліп, стволды баяу көтерді. Осы кезде орманнан ұзақ, өткір үн естілді. Сосын тағы бірі және тағы. Бұл ақсақ емес. Бұл үйрет, ескі ағаш кесілген жақтан келген көліктерге жолды кесіп. Бұл қандай үн? Деді қонақтардың бірі Степан Андреевич мазасызданып, виски стақанын түсіріп. Иваныч күлді. Бұл ашы, қорқынышты күлкі еді. Бұл сіздердің ар-ұждандарыңыз келді, мырзалар. Ақсақ. Дауыс. Ақсақ үйден сұр найзағай сияқты ұшып шықты, тік тұрып, тура Игордың алдында. Осы кезде жер астынан, жертөле саңлауларынан жауап ретінде жұқа, үмітсіз қыңқыл естілді. Артем бозарды. Ол жағдайдың бақылаудан шығып жатқанын түсінді. Ат! Деп айқайлады ол Игорге.
Бәрін ат. Ол есік алдындағы құрғақ тақтайды жарты сантиметрден Иванычтың етігінің жанынан ойып өтті. Шептер шашырап, бірі қарияның бетін сызып өтті, бірақ ол тіпті көз қыспады. Игорь атқан жоқ. Оның қолы қалтырады, оған сұр көлеңке ақсақ секіргенде. Атқан күзетшілердің бірі ормандағы үннен қорқып. «Тоқтат!» деп айқайлады Артем, шуды басып. Оның дауысы фальцетке шықты. «Атпаңдар, ақмақтар! Қонақтарды қорқытасыңдар!» Степан Андреевич және басқа инвесторлар көліктерге қарай жүгірді. Өмір иелерінің беттері бозарды, қызығу жануарлық қорқынышқа ауысты. Клеткаларда жабылған күшіктерді ату бір басқа, ал қараңғы орманның ортасында тұру мүлдем басқа. Ол кенеттен үн және тістер алды. «Артем! Қандай тозақ!» деп айқайлады Степан Андреевич, жол талғамайтын көліктің тұтқасын ұстап. «Сен қауіпсіз демалыс уәде еттің. Қандай тозақ қасқырлар!» Бәрі бақылауда. Артем әкесіне бұрылды, және оның көзінде сондай өшпенділік жарқ етті, Иванычқа нағыз қорқынышты болды. Өз үшін емес. Ұлының әлі тірі болуы мүмкін жан бөлігі үшін. «Әке! Үйге кір! Тез! Біз қазір бәрін шешеміз!» «Игорь! Қонақтарды көліктерге апар! Есіктерді құлыпта!» Иваныч баяу есік жаққа шегінді, мылтықты түсірмей. Ақсақ қатты үріп, иесінің артынан шегінді, етшіден көз алмай. Есік жабылғанда қария ауыр ысырманы салды, үйде сыңғырлаған тыныштық орнады. Тек жертөледен жұмсалған шағым үні естілді. 1 минуттан кейін есікке соқты. Қатты емес. Дерлік сыпайы. «Әке! Аш! Мен жалғызмын. Қарусыз. Адамша сөйлесейік!» Иваныч терезеге қарады. Артем шынында жалғыз тұр, қолын көтеріп. Игорь және басқалар құлыпталған көліктерде жылынды, олардың фараларының жарығы қараңғыны кесіп, қарағай діңдерін шығарып тұр. «Кір!» Иваныч ысырманы жылжытты. Ұлы кіріп, курткасынан көрінбейтін шаңды қағып. Ол үстелге барып, сықырлаған табуреткаға отырды да, қымбат сигарет пачкасын шығарды. Қолдары сәл қалтырады. «Ты хоть понимаешь, что ты наделал?» деді Артем ақырын тартып. «Сен 5 миллион долларлық мәмілені бұздың. Бұл адамдар жай ғана ақша қапшықтары емес. Бұл билік ертең мұнда бульдозерлер болады, және ешқандай сенің архивің оларды тоқтатпайды. Құжаттар жанады, әке. Адамдар жоғалады. Сен маған қорқытасың ба, ұлым?» Иваныч қарсы отырды, қосауызды тізесіне қойып. «Өз үйіңде. Мен сені құтқарып жатырмын!» Артем үстелді жұдырықпен ұрды. «Жерге құқықтан бас тартуға қол қой. Мен саған ақша беремін. Қырымда үй сатып ал. Теңізді тыңдайсың, қасқыр үнін емес. Бұл жертөлені ұмыт. Бұл қасқырлар сенің өміріңе тұрмайды. Ал кімнің өміріне тұрады?» Иваныч алға еңкейді. «Сенің күнделігіңде не тапқанымды білесің бе? Сату даталарынан басқа. Сонда ветеринариялық клиникадан чек бар. Есіңде ме, 1 жыл бұрын көрші итті қалай емдеу керек деп кеңес сұрадың. Бұл сол қасқыр әйел еді, Артем. Сен оны сол кезде орманда жайатқан жоқсың. Сен оны жараладың, іздеп таптың да мұнда келдің. Сен оны 3 ай осы жертөледе ұстадың көтергенше. Сен өзінің фарма компанияң үшін оған тәжірибе жасадың». Артем сигаретті аузына қойып тоқтады. Оның көздері жүгірді. Ол оқтан өлген жоқ, жалғастырды Иваныч, және оның дауысы ұсталған аурудан қалтырады. Ол сен салған заттан өлді. Ал қазір сен оның балаларын нысана ретінде сатып, іздерді жасырғың келеді. Ешкім сенің бизнесіңнің неге негізделгенін білмесін. Бұл прогресс үшін қажет құрбандық еді, деп айқайлады Артем орнынан тұрып. «Біз жабайы жыртқыштардың қаны негізінде регенерация сывороткасын жасап жатырмыз. Сен білесің бе, қанша өмір құтқарады? Ал өз өміріңді сен қазірдің өзінде құрттың», деді қария. «Сен білдің, ақсақ, оның ұлы. Сен білдің, мен оның қанын емдеп жатырмын, және сен бәрібір жасадың». Осы кезде сыртында қорқынышқа толы қысқа айқай естілді. Сосын шыны сынығының үні.
Артем терезеге жүгірді. Жол талғамайтын көліктердің бірі, алдыңғы әйнегі сынған тұр. Етші Игорь жанында тұр, босқа оқ жаудырып паникада. Қасқырлар үйірі шабуылдамады. Олар фара жарығында шеңберлейді, сұр көлеңке болып жарық етіп, адамдарды өзінің болуымен ақылданада етеді. Олар күтті. Олар кетпейді, Артем. Иваныч ұлының артында тұрды. Үйір өзінікілер үшін келді. Және ақсақ, олардың көсемі, олар бүгін күндіз мені оларға шығарғанда таныған. Артем бұрылды. Оның беті бор сияқты ақ. Бірдеңе жаса. Сен оларды түсінесің. Оларға айт, кетсін. Бір ғана жол бар. Иваныч клетка кілттерін қалтасынан шығарды. Мен күшіктерді шығарамын. Сен қақпаны ашасың да бізге орманның тереңіне, ескі өткелге кетуімізге мүмкіндік бересің. Сен аңшылықты тоқтатасың да, бұл үйге жолды ұмытасың. Және сен маған құжаттарды бересің бе? Артемнің көзінде